Дариға Назарбаеваның күйеуі Қашағанды мемлекет меншігіне өткізді. Қашағанда газ өңдеу зауытын салып жатқан GPS Investment жауапкершілік шектеулі серіктестігі мемлекет меншігіне өтеді деп хабарлады премьер-министрдің баспасөз қызметі. GP Invest компаниясы Қашаған кен орындағы шикізат негізінде қуаттылығы 1,15 миллиард текше метр газ өңдеу зауытының құрылысы жобасының операторы екені атап өтілді. Жеке инвестор жобаны жүзеге жалғастырудан бас тартуына байланысты GPS Investment компаниясы Қазақгаз ұлттық компания акционерлік қоғамы балансына өтеді. Бұл өз кезегінде ішкі нарықты халықты қолжетімді бағадағы тауарлық және сұйытылған газбен қамтамасыз етуді арттыруға, сондай-ақ зауыт құрылысы жобасын дер кезінде жүзеге асыруға мүмкіндік береді делінген хабарламада. Айта кету керек, газ өңдеу зауытының құрылысымен Дариға Назарбаеваның күйеуі Қайрат Шәріпбаевтың адамы айналысқан. Естеріңізге сала кетейік, Шәріпбаев Қазақгаз басшысы лауазымын Қазақстандағы қаңтар оқиғасынан кейін босатқан болатын.